Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы қазақ этнолингвистикасы және этнолингвистиканың қарастыратын нысаны деген тақырыпқа қысқаша шолу жасап өтеміз. Қазақ этнолингвистикасының бастауында тұрған ғалымдардың еңбегін атап өтіп, әсіресе осы этнолингвистиканың қазақ тіл біліміндегі негізін салушы, филология ғылымдарының докторы, академик, халықаралық қазақ тілі қоғамының президенті болған, Ұлы Отан соғысына қатысқан, бүкіл түркі жұртына танымал Әбдуәли Туғанбайұлы Қайдардың еңбегін бүгінгі дәрісте басшылыққа аламыз. Дәрістің мақсаты осы қазақ этнолингвистикасы және осы этнолингвистикаға қатысты ғылым салалары, этнолингвистика саласына қалам тербеген ғалымдардың атын атап өтеміз және этнолингвистиканың мақсатына аздап тоқтала кетеміз. Жалпы этнолингвистика этнос болмысын оның тілі арқылы танып білу мақсатынан туындаған лингвистиканың жаңа да дербес бір саласы. Бұл қазақ тіл білімінде осы 60-шы жылдардан бастап ғылыми негізі бастау алған салалардың бірі, бірақ оған дейінгі талай ғалымдар этнолингвистиканы атап өтпесе де, этнолингвистика саласының негізі туралы қалам тербеген ғалымдар баршылық. Тіл әлемінің өзіндік табиғатын, даму заңдылықтарын толықта жан-жақты зерттеу барысында іш тежіктеліп дүниеге келген социолингвистика, психолингвистика, статолингвистика, паралингвистика іспеттес этнолингвистикада этностаным мен тілтаным ғылымдарының ортақ проблемасы шеңберінде тоғысу нәтижесінде пайда болған жаңа сала. Ол этностың инсандық һәм дүнияуи табиғатын тереңнен танып білу үшін басқа емес, тек тіл феноменінің өзіне ғана тән ғажайып мүмкіншіліктері мен қазына байлығын зерделеп, зерттеуді мақсат ететін ғылым. Этнолингвистика этнос болмысы, этнос тілі, тіл әлемі деген ұғым түсініктерге ерекше мән береді. Өйткені бұлар жай термин ғана емес, бір таяқтың екі басы сияқты бір-біріне етене қатысты, бірінсіз бірінің күні жоқ, бір тұтас құбылыстың көрінісі іспетті. Бұл этнолингвистика терминінің атынан да, құрамынан да көрініп тұр. Этнос дегеніміз ұлт, лингвистика дегеніміз тілтану деген мағынаны білдіреді. Алайда бұл термин ғылым саласында көптен бері қолданылып келе жатса да, оның дәл осы мағынасы бірден қалыптаса қойған жоқ. Әрі ол туралы пікірталастар әлі күнге дейін жалғасын табуда толас таба қойған жоқ. Олар негізінен этнолингвистиканың зерттеу объектісіне және басқа ғылым салаларымен қатысына байланысты болып келеді. Дегенмен этнолингвистика идеясын әр қырынан және әр деңгейде қарастырып келе жатқан ғалымдардың, мысалы Вильгельм фон Гумбольдттың, Фердинанд де Сассюрдың, Потевняның, Бодуэн де Куртененің, Вундттың өздері де о бастан-ақ этнолингвистиканың этнос пен этнос тілі негізінде қалыптасқанын толық мойындаса да, олардың өзара қатыстылығы мен үйлесімін айқындауға келгенде бір жерден шыға алмай жүргені мәлім. Мәселен, этнолингвистиканың аяқ тірер бір тағаны этносты кейде этнос деуден қашқақтап сан-саққа жүгіртіп, мәдениет, біресе тарих пен әлеуметтік жағдай деп, оның шеңберін тарылтып, бүтіннің бөлшегі ретінде көрсетулері ерекше көзге түседі. Мәселен, Фердинанд де Сассюр этнолингвистиканың этнос тарихы мен этнос тілі тарихының өзара әсеріне зерттейтін ғылым ретінде танып, өз ойын халықтың салт дәстүрі оның тілінде көрінсе, тіл керісінше сол халықтың өзін қалыптастырар деп тұжырымдайды. Әрине бір қарағанда дұрыс пікір болуы мүмкін, бірақ этнос тек қана салт дәстүрінде көрініс таппайды ғой. Тек қана салт дәстүрінде емес, басқа да қаншама қырынан көрініс табары сөзсіз. Сол сияқты Эдуард Сипер де этнография, салт дәстүр, мифология осы сияқты ұғымдарды этнос болмысымен шендестіріп, тіл әлемін тілдің символдық қызметімен
шектеп көрсеткісі келеді. Ал кейінгі кезде Америка құрама штаттарында қалыптаса бастаған тағы бір көзқараста этносты адам деген ұғыммен алмастыру арқылы этнолингвистиканың баламасы ретінде антропология, яғни адам туралы ғылым терминін қолдану үрдісі байқалып отыр. Сонымен қатар этнолингвистиканы тек көне дүниені зерттеуші ғылым деп танып, оларды байырғы халық тілінен жергілікті тіл ерекшеліктерінен іздейтін ғалымдардың тобы да бар. Әсіресе бұндай үрдіс орыс тіл білімі ғалымдарына тән. Мысалы, Толстой, Топоров, Иванов, Журавлев сынды ғалымдар осы этнолингвистикалық мәселелерді дәстүрмен және тілдің өткенмен қарастыруға байланысты мәселелер жазып жүр. Күнінің көзіне көбірек көңіл бөлу үрдісі қазақ этнолингвистерінен де байқалады. Саясатта этнолингвистика қоғамдағы этностың жағдайын білдіреді. Міне, көріп отырғанымыздай, этнолингвистиканы мақсат мүддесімен зерттеу объектісі, әдіс тәсілдері айқын, төрт аяғынан тік тұрған ғылым деп айтуға әлі ерте. Енді қазақ этнолингвистикасының қадау-қадау мәселелеріне ой жүгіртіп, өз пікір пайымдауларымызды Әбдуәли Туғанбайұлы Қайдардың этнолингвистика және қазақ тілінің өзекті мәселелері деген еңбектері негізінде айтып көрейік. Жоғарыда этнолингвистика о бастан-ақ екіұдай объектінің этнос және оның тілінің ортасынан туындаған ғылым саласы дедік. Демек, бұл этнос пен оның тіл арасындағы табиғи тұтастықты саналы түрде сарапқа салып, этнос жоқ жерде тіл болмайды, тілсіз этнос болмайды деген қағиданы нақтылы зерттеуге өзек ету деген сөз. Этнолингвистика этнос пен оның тіл арасындағы табиғи тұтастықты саналы түрде сарапқа салып мойындау, яғни этнос жоқ жерде тіл жоқ, тілсіз этнос болмайды деген қағиданы нақтылы зерттеуге өзек ету деген сөз. Этнос болмысы, біріншіден, біз этностың жеке мәселелерін емес, оның тұтас бейнесін, барша болмысын анықтағымыз келеді. Екіншіден, этнос туралы толық мағлұмат тек оның тіл қазынасында ғана сақталады. Этностың шынайы болмысын, мысалы, этнология, антропология, археология, этнография, тағы басқа ғылымдар дәл этнолингвистикадай айқындай алмайды. Этнос болмысы, этностың ұлттық бейнесі, тарихи тұлғасы және ол туралы реалды шындық, басқаша айтқанда этнос болмысы дегеніміз, этностың сонау балаң кезінен бүгінгі есейген шағына дейінгі кешірген өмір тіршілігінің айнасы, оның тіл арқылы қалыптасып, жадында сақталып, ұрпақтан нәсілге мирас болып ауысып келе жатқан бай рухани мәдени қазынасы. Этнос болмысы деп нені түсінеміз? Біздің пайымдауымызша, этнос болмысы этностың ұлттық бейнесі, тарихи тұлғасы және ол туралы реалды шындық. Яғни этностың сонау балаң кезінен бүгінгі есейген шағына дейінгі кешірген өмір тіршілігінің айнасы, оның тіл арқылы қалыптасып, жадында сақталып, ұрпақтан нәсілге мирас болып ауысып келе жатқан бай рухани мәдени қазынасы. Этнос туралы осыншама мол деректер мен мағлұматтарды тек тіл ғана өз бойына сыйғызып, сарымайдай сақтап, шашпай, төкпей ұрпағына жалғастыра алады. Осы қасиетіне байланысты тіл феноменін, тіл әлемін, этностың өзін танып білудің қайнар көзі, біліктіліктің кәусар бұлағы десек, артық айтқандай емес. Бұл ұғымның ауқымына тілдің барлық қасиеті түгел сиып тұрғандай. Этностың дүниеге келуіне ұйытқы болғанда тіл, рухани мәдени өмірдің өзегі де, өзін өзі танып білудің өлшемі де сол тіл. Осының бәрі тіл әлемінен табылады. Адамтану, қоғамтану, табиғаттану деп аталатын ғылым салаларының қалыптасуына негіз болатынды біле білсе осы тіл әлемі. Сонымен тіл әлемі дегеніміз этнос болмысына қатысты мыңдаған, тіпті миллиондаған мағыналық бірліктердің жиынтығы, яғни синтезі.
міне осынау бай тіл қазынасын этнос болмысы тұрғысынан толық меңгеру, оның бейне бір тұңғиық теңіздей терең мағына мазмұнына бойлай еніп, оны еріп танып білу, жүйелей түсіп жан-жақты зерттеу этнолингвистиканың ең басты міндет мақсаты болмақшы. Этнолингвистиканың зерттеу объектісі барлық жағдайда да этнос тілі. Алайда ғылым білім саласында тілге тікелей қатысты, оны әр тұрғыдан зерттеуші, оған арқа сүйеуші пәндер көп-ақ. Олардың біразы этнос тіліне байланысты, этнолингвистикамен да бірге тілдік деректерді өз мүддесіне қарай зерттеп білуге бағышталған ғылым, білім, мәдениет, тағы басқа салалар. Бұл пәндерді өз ретінде этнос тіліне жалпы қатысы бар. Мысалы, мәдениеттану, этнография, этнология, өлкетану, фольклористика, мифология, астрология, дінтану, педагогика, дидактика деп, яғни қоғамдық саяси, қоғамдық әлеуметтік пәндер деп бөлсек, екіншісі этнос тілінің тілдік табиғатын айқындауға тікелей қатысты, яғни этимология, диалектология, ономастика, фразеология, паремиология, лексикология және тағы басқа лингвистикалық пәндер деп үлкен екі топқа бөліп қарастыруға болады. Этнолингвистика, социолингвистикада, экстралингвистика мен психолингвистикада міне осы кейінгі топқа жатады. Тіл әлеміне, тіл қазынасына, тіл құдіретіне соқпай кете алмайтын аталған пәндерден этнолингвистикада бөлініп, жарылып, өз алдына оңаша тұра алмаса керек. Осыған байланысты этнолингвистиканы пәнаралық ғылым саласы деп есептейтін ғалымдар да бар. Мысалы, Копыленконың этнолингвистика деген жеке кітабы, еңбегі бар, алып қарастырып шығуға болады. Бірақ пайымдап қарасақ, аталмыш пәндердің этнолингвистикамен қатысты бірінші және қоғамдық топтағы пәндермен зерттеу объектісіне байланысты болса, екінші лингвистикалық топтағы пәндермен зерттеу әдіс-тәсілдеріне байланысты екен. Демек, объектіге, яғни этнос тіліне қатысты екі топтың екеуіне де ортақ нысан және өзара мүдделестік бар. Бірақ олар бірін-бірі ауыстыра алмайды. Өйткені олардың алдына қойған өз мақсат мүддесі бар, және олар бірдей емес. Солай бола тұрса да, этнолингвистика бұл екі топтың екеуімен де ыңғайына қарай үйлесіп, этнос болмысын танып білу қажетті, әр пәннің өз тұсынан айқындап, саралап үлгерген деректерін өз елегінен өткізіп, өзінше пайымдап, пайдалануға тырысады. Енді сіздер қазір экраннан дәрісті бекіту сұрақтарын көресіздер. Осы сұрақтарға дайындалып отыруларыңызға болады.